Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көлемі үлкен алмалы бәліш дайындаймыз. Бәліш жұмсақ, хош иісті, ауызда ериді. Міндетті түрде тура осы видеодағыдай жасаңыздар. Менің ингредиенттерім салмағы өлшеніп, описанияға жазылып кеткен. Қарап шығыңыздар. Қажетті заттар бізде сүт 150 мл, екінші категориялы жұмыртқа, демек майда жұмыртқа, 10 грамм қопсытқыш, 180 грамм сармай ертілген, шымшым тұз, алма 4 дана, қант және 260 грамм ұн. Қант менде 270 грамм. Және даршын қосамыз. Даршын ол бізде қалауымыз бойынша, ұнатпайтын болсаңыздар қоспасаңыздар болады. Және қалауларыңыз бойынша жемістен малина қоссаңыздар болады. Және жарты лимонның шырыны қажет. Алдымен алмамызды ашып, осылай турап шығамыз. Сіздер жұқалап турасаңыздар да болады. Осындай қатты жерлерін алып тастаңыздар. Енді жарты лимонның шырынын қостық. Екі ас қасық қант қосамыз. Араластырып, бір шай қасық даршын қосамыз. Даршын қосу міндетті емес, айтқандағыдай. Жақсы көретін болсаңыздар, көбірек қоссаңыздар да болады. Шетке алып қоямыз. Енді қамырымызды жасаймыз. Жұмыртқаға шымшым тұз қосып, миксерлейміз. Жұмыртқа көпіре бастаған кезде қантымызды шетмен қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің жұмыртқамыздың көлемі үлкейіп, ағаруы қажет. Енді ұнды қосамыз, күштен өткізіп, қопсытқышымызды қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Сіздерде де осындай болып шығу керек. Енді формамызға құямыз. Форманың түбіне мен пергамент қағазын тастадым және жан жағын майлап жібердім. Менің форманың диаметрі 28 сантиметр. Бірінші малинаны тастаймыз осылай. Алманы қойып шығамыз. Енді 180 градуста 40-35 минуттай пісіріп аламын. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға ориентир жасаңыздар. Духовка әркімде әртүрлі пісіреді. Міне пирогымыз дайын болды. Иісі деген керемет, жұмсақ. Достар, менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.